Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біздің каналымызда математика 1-ші сыныптың 67-ші сабағы. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз есеп. Бірінші есеп. Сырым мен Алия ұшақпен саяхатқа шығуға жиналды. Олар әуежайдағы ұшақтарды бақылап, оларды санады. Ұшу алаңында 6 ұшақ тұр. 2 ұшақ келіп қонды. Неше ұшақ болды? Есеп мынандай бөліктерден тұрады. Есептің шарты, бұл жерде ұшу алаңында жалпы 6 ұшақ тұрды, 2 ұшақ келіп қонды. Есептің сұрағы неше ұшақ болды? Есептің шешуі 6 қосу 2 тең 8 ұшақ. Есептің жауабы 8 ұшақ болды. Ал енді балалар, есептің қысқаша жазылуы былай болады. Тұрды 6 ұшақ, қонды 2 ұшақ, болды қанша ұшақ? 6 қосу 2 тең 8 ұшақ. Жауабы 8 ұшақ. Балалар, мына ережені жаттап, естеріңе сақтап алыңдар. Есептің берілуін қысқаша жазуға немесе сұлбасын салуға болады. Балалар, мына жерде есептің қысқаша жазылуы берілген, ал мына жерде есептің сұлба түрінде салынғаны берілген екен. Балалар, келесі екінші тапсырма. Есепті оқы. Есептің қысқаша жазылуы мен сұлбасын түсіндір. Есеп. Ұшақта 70 адам болды. Ұшақтан 30 адам шықты, неше адам қалды? Балалар, мына жерде есептің қысқаша жазылуы берілген, және есептің сұлба түрінде салынғаны беріліп тұр. Ендеше осы есепті шығарайық. Болды 70 адам, шықты 30 адам, қалды қанша адам? Балалар, бұл есептің шешуі 70 азайту 30 тең 40 адам. Яғни, жауабы ұшақта 40 адам қалған екен. Ал балалар, енді мына жерде есептің сұлбасы салынған екен. Яғни ұшақта барлығы 70 адам болған. Оның 30 адамы шығып кетті, ал ұшақта қанша адам қалды деп бізден сұрап тұр. Яғни есептің осылай сұлбасын салсаңдар да болады. Келесі үшінші тапсырма өзіндік жұмыс. Қысқаша жазылу бойынша есептер құрастыр. Оларды шығар дейді. Балалар, төменде бізде А және Ә нұсқалары берілген. Ендеше біз А нұсқасынан бастаймыз. Болды 100 билет, сатылды 70 билет, қалды қанша билет? Балалар, бұл есептің шешуі 100-ден 70-ті азайтамыз. Сонда бізде 30 билет қалады. Яғни жауабы 30 билет қалды. Балалар, келесі Ә нұсқасы. Күту залында 70 адам отырды. Оған тағы да 20 адам кеп қосылды. Сонда балалар, барлығы қанша адам болды? Балалар, бұл есептің шешуі 70 адамға 20 адамды қосамыз. Сонда бізде барлығы 90 адам болады. Демек, күту залында барлығы 90 адам болған екен. Бұл есептің жауабы. Балалар, бізде соңғы 4-ші тапсырма математика күнделікті өмірде. Неше сағат өтті? Балалар, төмендегі суретке мұқият назар салып қараймыз. Бірінші сағат бізде сағат 3-ті көрсетіп тұр. Ал екінші сағат бізде 5-ті көрсетіп тұр. Үшінші сағат бізде 8-ті көрсетіп тұр. Енді осы 1 сағат пен екінші сағаттың арасында қанша уақыт өткен, және екінші сағат пен үшінші сағаттың арасында қанша уақыт өткен біз анықтап алуымыз қажет екен. Ол үшін біз мынау 5 сағаттан 3 сағатты азайтамыз, және 8 сағаттан біз 5 сағатты азайтуымыз керек екен. 5 сағаттан 3 сағатты азайтсақ 2 сағат қалады. Ал 8 сағаттан 5 сағатты азайтатын болсақ, балалар, бұл жерде 3 сағат қалады екен. Сонда бізде балалар, бірінші сағат пен екінші сағаттың арасында 2 сағат өтеді, ал екінші сағат пен үшінші сағаттың арасында 3 сағат өткен екен. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Соңына дейін назар салатындағандарға рахмет. Сабағына лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Келесі кездескенше.